беріңдер, рахмет. Үшеуіңе де рахмет, а? Ya bara ver baganda o kızlar ән айтты ма? Ya, айтты. Ne деп айтты? Сол екі рет дегенде 500 мың теңге бердік па? Ya. Ой, 30 мың теңгеге дейтіндер бар еді ғой. Міне жай батыл. Елуге толсаң өстіп тол, әй. Не деген эспес эффектілер жаңағы. Ойбай, Есен ағамыз кім айтады елу деп. Жасарып баратыр ғой, жасарып. Мен байқаймын, Есен ағамыз масон емессіз болсын. Қой, қандай масон, О, масон дегенде көрінген адамды ала бермейтін жар. Не айтып тұрсың сен? Ой, қариялықтың алғашы қадамын басып атқан қазынамыз ғой бұл кісі. Қазына. Жеті қазынаға кіргіземіз деп отырмыз ғой. Жеті қазынаға топ қойған ғой, кімді кіргізесің? Ай, мылтық шығайын деп жатыр ғой ішінен. Жайша ма? Бір адамды аты жіберген ба, сол шығарып орнына келген дейміз. Жоқ, негізіше менің ойымша, бұл кісіні Есен ағаны жеті қазынаға қосып керек. Бұл кісіні 4 түлікке қосып керек. Жоқ, сабыр сақтасаңыздар ше, 4 түлік дегенде Шопан ата, Зеңгі баба естігесіздер ма? Әзілдің бабасы бұл кісі. Есен баба. Есен бабамыз тұрса арт жақта жайдарманың аталары жүр жігіттер. Әр қайсында әртүрлі гримерка. Жаңа бір гримерканы алдынан өтіп баратсам, түрлі түсті парфюмның иісі шығады ғой. Кім? Назар аудар екен. Одан кейін өтіп баратсам бір есіктен месіктің иісі шығып тұр ғой. Өнер соған қарама қарсы бір есік тұр, перегардың иісі шығып тұр. Ай, мен Қанат Әлжаппар ағам барау дедім ішінде. Қанат Әлжаппар барау емес, бетон сол ғой соның ішінде. Сондай ма? Көрінде отқан шығар бүйтіп, қып-қызыл. Оны сәл ертерек жіберіңіздер, Есен аға, естеріңіз болса ше. Сол не ойнап атқан білмей қалады. Екесінің арасында қап кеттің жігіттер. Сөйтіп тұрем, ар жақтан Еркебұлан Мырзабек пен Сүймеон тәтем деп жатыр екен. Сонымен қарап тұрым, қызық болды. Қай есікке кіреді екен Еркебұлан ағам? Киелі Түркістанның жігіті ғой, жүрегінде иман бар ғой, мисіктің иісі шығып тұрған есікке кіреді ғой деп едім. Кірген шығар. Қаяқтан перегар сасыған есікті бір теуіп кірді да құйсай болды. Сүймеонда иман бар екен лайлапшы. Сүймеонда иман бар екен. Мистің иісі шыққан есікке кіріп кетті ғой. Бақ. Сөйтті да Мадияр Серікбайдан бір теуіп шығарды. Ішіп алып кіріп кеткен тек бақ. Жігіттер енді, рахмет. Негізі жігіттер байқадыңдар ма? Не гүл анау? Немде бәле гүл бергенше атудың балдары? Негізі мұна гүл. Лақтыр жіберік шапшана, ойбай, гүлді гүл. Жігіттер бейтек, енді ұялып тұрым ше қазір гүлге қарап ше. Бейтек, енді миллион командасы деген атымыз бар. Біз жүрміз әйтеуір, ютубтан азды көпті ақша тауып атырмыз ғой. Көрегенділігімізді білдіріп, кәдімгі өзіміздің әпшемізге гүлдің қандай болатын көріңдерші атудың балдары. Лайла ханым, өзіңізге бір шоқ гүліміз. Свободными ветрами между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоей. Ескерткішін алына қойғандай қалай болады екен ол? Ты скромную көрсетіп қойшы мансар. Тірі екен ғой бұл кісі. Көрсетіп қойшы. Алдына қой. Құртана гүлді. Астында жата берсін. Мұжып қойып үстіне. Әні. Болды әдем. Лайла ханым, мына шоқ гүлдері өзіңізге. Лайланы бір жақты қылдық. Ай, тоқтысай. Тоқта. Ой, Еркежан әпшем отыр ма өнерде? Кім? Еркежан әпшем. Оны ақыр түскенен кейін біразда тындырып кетпедің бе? Ай, Қанатжан ай. Көріп тұрем ғой менде оны. Гүл жоқ болғасын жай зытып баратыр екті енді. Қайсы сол Еркежан деген? Міне. Отырған кісі. Жарқырап отыр ғой, Жібек жолы телеарнасының басшысы.